Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Сәлем достар, біз бүгін өте күшті, қызықты видео түсіретін боламыз. Жастық күнінде бассейнге түскілеріңіз келеді. Су жай көңіл көтермейді, оның жаман жағы да бар. Және жақсы жағы да бар. В общем, терең жағына барып кетсеңіздер, не істейсіздер? Жаман болады. Сол себепті біз бүгін осы тақырыпта сөйлесеміз, иә? Бізбен бірге болыңыздар. Ал кеттік. Бүгін біз суға шомылудың жақсы, жаман және қауіпті жақтарын тереңірек талдаймыз, достар. Сіздер біздің арнада соңына дейін болыңыздар, ойларыңызды, пікірлеріңізді жаза кетіңіздер. Жазда суға түсуге, бассейнге, көлге бардыңыздар ма, барсаңыздар қандай әсер алдыңыздар? Өз ойларыңызбен бөлісе кетіңіздер, және де біздің арнаға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Ең алдымен сіздерге жақсы жағын айтып өтейін, иә? Біріншіден, суға түсу бұл денсаулық үшін өте пайдалы. Жүзу арқылы адам денесі шынығады. Бұлшық еттер қозғалысқа түсіп, жүрек жұмысын жақсартады. Сонымен қатар су жүйке жүйесінде де жақсы әсер етеді. Су адамның ойын сергітіп, стрессті азайтады. Балалар үшін бұл дамуға, ойнауға, еркін болуға көмектеседі. Ең керемет жағы отбасы болып, достармен бірге өткізу тамаша мүмкіндік. Естелікке толы сәттер қалыптасады. Ал егерде жаман жағына келетін болсақ, бірақ кез келген жақсы нәрсенің өз шектеуі болады, достар. Егер суға дайындықсыз түссең, суық тию оңай. Бұл жөтел, тамақ ауруы, тіпті пневмонияға апаруы мүмкін. Бассейн немесе көлдегі су лас болса, көзге, құлаққа, теріге инфекция түседі. Кішкентайларға бұл әсіресе қауіпті. Жүзу кезінде ауызға су кіріп кетуі мүмкін. Егер судың ішінде микроб болса, жүрек айну, іш өту, басқа аурулар болуы ғажап емес. Бұдан бөлек, су ішінде баланың шаршап қалуы, демі жетпеуі сияқты жайттар да бар. Балалар ойнап жүріп, оны байқамай қалуы мүмкін. Сол себепті суға түскенде абайлап, таза жерге барып түсу керек. Ал енді қауіпті жағына келетін болсақ, ең маңыздысы судағы қауіпсіздік ережелері. Тым терең жерге секіру, батып кету қаупі бар. Жүзуді білмейтін балалардың терең суға түсуі өте қауіпті. Қарапайым бір мысал, аяқ тартуы. Суға түсіп, дене суық судан шошып, кенет аяқ тартылып қалады. Бұл кезде адам жүзе алмай, суға кетіп қалуы мүмкін. Бұл әсіресе көлде жиі болады, жиі кездеседі. Баланың жанында ешкім болмауы ең үлкен қауіп. Балалар ойнап жүріп, жағдайды түсіне алмайды, ал үлкендер болмаса, көмек те болмайды. Сол себепті қандай да бір көлге де, бассейнге де шомылуға баратын болсаңдар, балалар, жандарыңа үлкен кісімен, ата-аналарымен баруларың тиіс, қауіпсіздік үшін. Достар, бір шынайы оқиға айтып берейін. Бір оқиғаны өзімде ұмыта алмаймын. Былтыр жазда Қазақстанда 10 жасар бала достарымен бірге ауыл маңындағы көлге барған. Ата-аналары жақын барып суға түсіп келіңдер деп жіберген, бірақ балалар ойнап жүріп, біреуі терең жаққа өтіп кеткен. Жүзуді дұрыс білмеген.
Су бірден тереңдеп, аяғы тартылып қалған. Достары шулап, үлкендерге жүгірген, бірақ құтқарушылар келгенше кеш болған. Бұл жағдай бүкіл ауылды жылатқан. Сондықтан, құрметті ата-аналар мен балалар, суға тек ережемен ғана түсу керек. Сақтық тек өзіңді ғана емес, айналаңдағы жақындарыңды да қорғайды. Осы себепті бір кеңестер айтайын. Жүзуді білмесең, тереңге барма. Тек қана жағалауында жүр. Қасыңда әрқашан ересек адам болсын. Суға секірмес бұрын тереңдігін тексер. Тамақ ішкен соң бірден суға түспе. Сүлгі, көзілдірік, құлаққап бәрі дайын болсын. Мама, сіз айтқаннан кейін мен қорқып кеттім. Үлкендерсіз достар, бармаңыздар. Үлкен бассейнге секіруші болмаңыздар. Бірінші жаттығу жасап, көмекші барма, көріп алыңыздар. Түсінікті ма? Кім жүзе алмай, сол үлкен бассейнге болмайды. Ал кім жүзе алады, соған болады. Достар, ары қарай айтпай-ақ қояйын, я? Батып кетсеңіздер, еле болмаса, не тұншықтырып кетсеңіздер, болды, бітті ғой. Өмір жоқ, сондай болып қаласыздар. Иә, әдемі өзінің ойын айтты достар. Мен айтқан әңгімеден кейін әдемі өзінің ойын сіздерге толықтырды. Әдемі, сен қандай қорытынды жасап ой түйдің? Мен ойымнан өзім шығарып алдым. Енді батып кетсе не болады? Сол үшін үлкендерсіз бармау керек, иә? Үлкендерсіз бармау керек. Мен жанымда Сартай көке болады, Нұрали көке болады, әпкем болады. Сол себепті бара бересің бе? Олар да кішкентай ғой негізі. Сонда да үлкен адамсыз баруға болмайды. Сәтке үлкен ғой. Ал достар, сау болыңдар. Келесі видеода кездескенше лайк басып, комментария жазып, тіркелуді ұмытпаңыздар. Всем пока-пока.